Қос мысықтың сыры. Биылғы 1934 жылғы бастауыш мектепті бітірушілерге арналған емтиханда шығарма жазу үшін мынандай тақырып беріліпті. Екі мысық кездесіп қалды дейік. Бірі үстіне тоқмейілліктің белгісі тұнған семіз мысық та, екіншісі нашар тіршілігі сырт келбетінен көрініп тұрған арық мысық. Екеуі бір-біріне өз өмірлері туралы сыр шертсе не айтар еді? Кішкентай оқушылар мысықтың тіліне не салып берерін білмей қатты дағдарды. Олардың әңгімесін қалай өрбітіп, қандай мақсатқа бұрарын түсінбей бастары қатты. Бала болса да бастарына мысықтың ақылын қондыру бәріне ауыр тиді. Өздерінің адамдық таза табиғатын мына хайуанның деңгейіне түсіру, олардың өмір сүру қағидасын түсінуге тырысу, табиғатына еніп, олардың терісін жамылу, олардың аузымен жұлып, тырнағымен жырту оларды әбден титықтатты. Олардың кейбірі былай деді де: біз ұстазымызға қатты ренжідік, оларды қатты сөктік. Неге олар бізге бұған дейін есек, жылқы, қашыр, өгіз, маймыл, шошқа, тышқан, мысық, тіпті жерде жорғалаған, аспанда ұшқан, құрлықта жүрген жәндіктер мен аң құстар болуды үйретпеді екен? Неге олар, құдай атқырлар, бізге араб пен ағылшын тілімен қоса есектің ақыруын, жылқының кісінеуін, қашырдың қыңқылын, өгіздің мөңіреуін, маймылдың күлкісін, шошқаның қорсылын үйретпеді екен? Және қалай мияулауды, қалайша құсша шырылдауды, қалай жыланша ысылдауды, қалайша жәндікше ызыңдауды неге үйретпеді? Егер солай еткенде аң құс, жәндіктер мен хайуанаттардың шешендігін меңгерген ұлы лингвистикалық ғалым болар едік қой. Бір қу оқушы ұстазына келіп былай депті: ал мен болсам сөзді қысқа қайырып бәрін шаң қаптырып кеттім. Ұстазы: бәрекелді, тамаша істеген екенсің, сені құдай қолдапты. Сонымен не деп жаздың? Оқушы: мен былай деп жаздым: семіз мысық мяу 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 дейді. Арық мысық оған мяу 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 деп жауап береді. Семіз мысық қайтадан мяу 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 дейді. Бұған ашуланған арық мысық тісін ақситып, құйрығын бұлаңдатып, мяу 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 деп ырылдайды. Семіз мысық оны ұрып жіберіп тырнап алады да мяу деп айқайлайды. Арық мысық оған қарғып мініп, екеуі жұлыса кетеді. Сөйтіп мияулау араласып, қай дауыс кімдік екені, қандай мағына білдіретіні мүлде түсініксіз болып қалады. Бұл жағдайда оларды тек мысықтар сөздігін ақтарып қатты қиналғанда ғана түсінуге болады. Ұстаз оған: уа балам, алла саған береке берсін, сен нағыз өнердің шыңына жетіпсің, сен ең ұлы данышпандардың істейтінін істепсің, өз болмысыңды жасырып, табиғаттың өз үнін сөйлетіпсің. Мысықтың біздің тілімізде сөйлеуі тек пайғамбарға ғана тән мұғжиза, ал Мұхаммед пайғамбардан кейін пайғамбар келмейді. Сондықтан сенің жазғаныңнан басқа дұрыс жол жоқ. Бұл реализм мектебі. Ал реализм әдебиеттегі жаңалық. Олар сенен оқушы мысық болуды талап еткен еді. Ал сен өз жауабыңмен ұстаз мысық болып шықтың. Сен мысықтардың табиғатымен келісіп, адамдардың жасандылығына қарсы шықтың. Сөйтіп, емтихан алушыларға жоғарғы өнердің ең озық теорияларын дәлелдеп бердің. Өйткені бұл өнер тақырыпқа материалды жан-жақтан құрастыруда емес, сол тақырыпты жеткізу тәсілінде жатыр. Егер олар әдебиеттің қадірін біліп, өнердің заңдылығын сақтаған болса, сенің осы бірнеше жолыңның астарында тапқырлық, мысқыл, данышпандыққа тән оғаштық, сұлулық, шынайылық және оны жеткізудегі мінсіз шеберлік жатқанын түсінер еді. Бірақ балам, созылып айтылған мяу мен созбай айтылған мяудың арасында қандай айырмашылық бар деді. Оқушы былай деп жауап берді: бұл мысықтар үшін телеграф белгілері сияқты, сызықша, нүкте, тағы сол сияқты. Ұстазы: балам-ау, бірақ оқу-ағарту министрлігі мұны құптамайды, олар мұны түсінбейді ғой. Жұмысты тексеретін мысық емес, ұстаз, ал емтихан ауызша емес, жазбаша ғой. Қу оқушы сонда: ал мен мысық емеспін ғой, мен адаммын. Бірақ тақырып екі мысықтың әңгімесі деп тұрғандықтан бұл істе шешім шығару сырттан тон пішетіндерге емес, сол істің өз иелеріне тиесілі. Егер олар менімен келіспесе, мен оларға мысықтардың өздерінен сұраңдар дер едім. Олай болмаса, семіз және арық қос мысықты әкелсін де оларды бір-біріне айқақтап қоссын. Сосын емтихан алушыларды оған куә қылсын, не естіп, не көргендерін солай жазып алсын. Мысықтарды да, оқушыларды да, емтихан алушылар мен тексерушілерді де жаратқан Құдаймен ант етейін, екі мысықтың мияулағаннан басқа ештеңе айтпайтыны хақ. Олардың арасында тек мен сипаттағандай оқиға ғана өтеді. Күшті мен әлсіздің табиғатына сай ырылдасу мен жылысу болады да, соңында әлсізі жеңіліп қашады. Сонымен емтихан бітеді. Осындай тақырып беру кішкентай оқушыға мысықтар туралы жазуды емес, оларды жоқтан бар етуді талап етумен тең. Өйткені мұндай тақырыпта мықты шығарма жазу үшін сөзге мысықтың жүрегін орната алатын немесе мысыққа сөйлейтін жүрек бере алатын жаратушылық құдірет қажет. 11-12 жастағы балалар бұған қайдан қауқарлы болсын? Олар бұл жаста жаратылыстың қатпар-қатпар сырына қалай бойлап, тіршіліктің құпиясына қалай енсін? Олар қалайша әрбір нәрсенің себеп салдарын танып, әр ақиқаттың төркінін білетін пәлсапашы болсын? Оларға бұрын
Оларға бұрынғы жылдары өзіңді гүлмін деп елестетіп сипаттап жаз немесе өзіңді бидайдың дәніне теңеп сөйле делінген еді. Негізінде бұл және соған ұқсас дүниелер пайғамбарлық немесе даналықтың ең биік шыңы ғана қол жеткізе алатын нәрсе. Өйткені пайғамбар жаратушының кемел ақиқатты жеткізу үшін шариғат деп аталатын өз сөзін сөйлету үшін таңдаған тәңірлік құралы, ал данышпан хәкім сол ақиқаттың өнер деп аталатын сөзді жеткізу үшін таңдаған тағы бір бейнесі. Ерте заманда дәл осындай емтихан болған еді. Одан мыңдаған жанның ішінен тек бір ғана адам сүрінбей өтті. Ол емтиханды алушы ұлы Құдай, оның даңқы асқақ болсын еді де, ал тақырыбы құмырсқаның өзге құмырсқалармен тілдесуі болатын. Ол емтиханнан сүрінбей өткен жан Сүлеймен пайғамбар еді. Бір құмырсқа: «Уа құмырсқалар, илеулеріңе кіріңдер, Сүлеймен мен оның әскері өздері байқамай сендерді таптап кетпесін» деді. Сонда Сүлеймен пайғамбар оның сөзіне жымиып күлді. Нәміл сүресі. Бүкіл ғалам өзінің символдық мағыналарымен кемел адамның жан дүниесіне сыйып кетеді. Өйткені рухтың өзі нұрдан жаралған, ал әрбір нәрсенің құпиясы да сол нұрдан бастау алады. Судың суға сіңетіні сияқты сәуле де сәулемен тұтасып кетеді. Жан мен материядан бөлінген сәулелердің тоғысуы рухани үндестікті тудырады. Бұл үндестік көкірек көзіндегі бейне және санадағы таным, ол сөз, сурет, мүсін немесе әуен болсын, яғни жазу, поэзия, кескіндеме, мүсін өнері мен музыка өнердің барлық түрінің негізі болып табылады. Сол себепті де жоғарғы деңгейдегі көркем сөз шешен адамның жан дүниесі мейлі ізгілікке, мейлі зұлымдыққа толыққанда ғана өзінің ең биік шыңына жетеді. Адам табиғатының ең қызық мысқылы сол. Толыққанды зұлымдықтың өнер туындысына тигізетін әсері толыққанды ізгіліктің тигізер әсерімен бірдей. Шеңбердің ең биік нүктесі қай жерде бітсе, төмен құлдырауы да дәл сол нүктеден басталады. Сондықтан өнер құрғақ ақлақпен, этикамен ғана өлшенбейді. Тіпті ғалымдарымыз дін мен поэзияның жолы бөлек деген. Мұндағы басты өлшем ойды жеткізудің биіктігі мен сұлулығы, оның әсерлігі мен шешендігі. Өнердің сұрайтыны бұл жанның ақлақтық құндылығы қандай емес, оның өнердегі стилі қандай деген сұрақ. Бұған таңғалудың қажеті бар ма? Данышпандардан жұмақтың үлесі болғаны сияқты ұлы өнер иелерінен тозақтың да алатын үлесі жоқ па екен? Егер жұмақ мынау менің шешен ізгіліктерім десе, тозақты ал мынау менің шешен зұлымдарым демей ме? Алламен ант етейін, Ібіліс өзінің өнердегі ісін қалай жүзеге асырып, өзінің асқақ шешендігін қалай бейнелер еді? Егер оған сұлу ойлы еркектер мен сұлу тәнді әйелдердің ішінен жолдан тайғандары қызмет етпесе, біз қос мысықтан тым алыстап кеттік қой. Мен олардың әңгімесі мен хикаясын жазайын. Бір арық мысық тар көшеде күзетте отырған еді. Ол бір тышқанды қуып, әлгісі тесікке кіріп кеткен болатын. Бейшара мысық тышқанның шығуын күтіп, оны қалай ұстап, қалай жейтінін ойлап отырды. Хайуанның ақылы тек өз тамағын табумен ғана шектеледі ғой. Ал семіз мысық адамдардың балалары сияқты үй ішінің мәпелеуінде ғана болмай, бір сәт өзге мысықтар сияқты серуендеу үшін иелерінің үйінен шыққан еді. Ол әлде қайдан арық мысықты көріп, соған қарай беттеді. Арық мысық та оны байқап, оның арыстандай кербезделене басқан жүрісіне таңғала қарады. Оның терісі керіліп, еті толып, бұлшық еттері бекіп, жүні жылтырап тұрды. Оның денесінен күш пен қуат, денсаулықтың лебі есіп, семіздіктен терісі жарылып кете жаздағандай еді. Арық мысықтың көңілі түсіп, іштей қайғырып, мынадай масаттанған тоқтықты көріп, өзін қорғансыз сезінді. Семіз мысық келіп қасына келіп тоқтады. Арықтың бүрісіп, қарны қабысып, қабырғасы саналған, тіпті сүйектері терісінен шығып, басқа пана іздеп кеткісі келгендей күйін көріп, оған жан ашып кетті. Семіз мысық былай деді: «Саған не болған? Тірі бола тұра қабірдегі өліктей қатып қалыпсың ғой. Өмір сүре тұра өмірдің дәмін татпағаның қалай? Біз мысықтар арыстанның кішірейтілген көшірмесі емеспіз бе? Олай бола тұра сен неге мысықтың өзіңнің де кішірейтілген бейнесіне айналып кеткенсің? Саған сүт беріп, ет пен маймен тамақтандырмайды ма? Алдыңа балық қойып, ірімшіктің ағы мен сарысын турап бермей ме? Сорпаған нан турап, жас бала өз тамағынан жырып бермей ме? Қыз бала сені кеудесіне қысып еркелетпей ме? Әйел кісі қолымен сипамай ма? Еркек өз баласындай көтермей ме? Ал сенің мына терің өзіңнің сілекейіңмен де тазаланбағандай шаң басып қалыпты. Сен өміріңде шашына жалтыратып май жаққан бозбаламен бойжеткенді көрмегенсің бе? Соларға еліктеп сілекейіңмен өз жүніңді жалтыратпайсың ба? Сүйектерің босап, әбден қалжырапсың. Бейне бір ұйқыны жақсы көргеніңмен оған сай демалысың жоқ сияқты. Жалқаулықты жақсы көргеніңмен оған сай жайлылығың жоқ сияқты. Сенің екі бүйірің жұмсақ жастық пен мақпал көрпешені, әсем кілемді көрмепті ғой. Сен бейне бір көк шөп пен қурайдан басқа жейтін ештеңе таппай, аштан өлген арыстанға ұқсайсың. Денеңе ет пен қан жоқ, арыстанның тұлғасы құлдырап, ішіне есектің рухы кіріп кеткендейсің. Арық мысық оған былай деп жауап берді: «Ал сен ше, етің мен майың бар, сүті мен балықты, ірімшігі мен нанды жеп, күні бойы жалаңдап теріңді жуасың.
немесе жастықтар мен көрпешелерде керіліп жатасың. Уаллахи, саған тоқмейіллік пен тоғашырлық бірге келіпті, тіршілігің оңалғанымен табиғи инстинктің бұзылыпты, бір қасиетті тапқаныңмен екінші табиғатыңды жоғалтыпсың. Қарныңның тоқтығын ұтып, өмірдің ләззатынан ұтылыпсың. Олар саған мейірімін төгіп, өзіңе деген мейіріміңді жойыпты. Сені қолдарына көтеріп, өз аяғыңмен тұрудан марқұм етіпті. Сен олардың қасында сойылу үшін семіртілген тауық сияқтысың. Егер тек олар сені пышақпен емес, еркелетумен және ішпыстырарлықпен бауыздауда, сен қожайыныңның дастарханынан тамақтанасың, олардың жегеніне қарап бірде жеуді армандайсың, сөйтіп көзің, қарның және нәпсің тояды, одан басқа ештеңе жоқ. Сен бейне бір еттен тартылған арқанмен байланып, сол арқанды жеп, соған қамалғандайсың. Егер өмірдегі бірінші мақсат ішіп жеу болса, онда өмірдің ең жеңіл ісі де ішіп жеу болар еді. Өмірде бәрінің біркелкі өзгеріссіз болуындай өлтіретін нәрсе жоқ. Ал оның құбылып, қиындыққа толы болуындай тірілтетін нәрсе жоқ. Қарын тек қарынның ғана қамын ойлайды, оның ләззаты да тек өзімен ғана шектеледі. Ал сенің ата тегіңнен қалған мұраң қайда? Бізді тәніміздің ләззатына, рухымыздың шаттығына жетелейтін, сол арқылы бізге ең ұлы болмысымызды сыйлайтын және тек асқазанмен емес, бүкіл тәнімізбен өмір сүруге итермелейтін ішкі түйсігіміз қайда қалды? Семіз мысық, Алламен ант етейін, кедейлік саған данышпандық пен шынайы өмір сыйлапты. Мен сенің алдыңда өз ата тегімнің болмысын жоғалтқандықтан жоқ болып тұрғанымды сездім. Ал сен өз ата тегіңнің болмысын сақтағаның үшін бар екеніңді көрдім. Құдай үшін айтшы, тоқтықтан тұратын төменгі деңгейден жоғарғы тұратын өмірді ләззат пен қанағаттың биік шыңына көтеретін бұл қандай ләззаттар еді? Арық мысық былай деді: сен дәу болғаныңмен ақымақ екенсің. Сен өмірдегі қиындықтың өзі ой мен қуат екенін білмеймісің? Ал ой мен қуат, ләззат пен пайда. Махрұм қалудың азабы жетістікке жетудің ләззатын арттырады. Аштықтың оты материядан тұратын тамақты рухтың тағамына айналдырады. Сен жоғалтқан өмірдің орнын ешқандай ет пен май толтыра алмайтынын білмеймісің? Біздің қалауларымыз да қарнымыз сияқты ашығып қайта қоректенуі тиіс. Сонда ғана олардың әрқайсысы өмірден өз орнын табады. Сендегідей тыныш, бейқам өмір үшін қауіпсіз көрінгенімен іштей жейтін дерт. Ол өмірдің ләззатын кемітпесе де, оны арттырмайды. Ал өмір үшін күресу өмірдің өзін еселеу болып табылады. Бақыттың сыры жақсыны одан сайын жақсартатын, ал жаманның одан әрі ушығуына жол бермейтін ішкі қуатта жатыр. Ал сенде ол қуат қайдан болсын? Сен дүниеде қол мен аяқтың арқасында қамалған бейғам мақлұқсың ғой. Сен бейне бір тордағы арыстан сияқтысың. Оның орманы кішірейе келе, оны қамап тұрған торға айналды. Сосын ол өзі де кішірейе келе, тек теріңнің ішіндегі қимылға ғана айналып қалды. Ал мен болсам, тырнағым мен аузым бар нағыз арыстанмын. Менің орманым әрдайым кеңейіп келеді және кеңейе бермек. Еркіндік маған ауаның өзінен тамақ сияқты ләззат алдырады. Топырақтың өзінен еттің ләззатын сездіртеді. Қайғы қасірет адам жанындағы екі нәрседен ғана туады. Біріншісі, ашкөздіктің кесірінен көптің өзін аз көру. Мен сияқты қанағатпен күн көретіндерге бұл қасиет жоқ. Екіншісі, ашкөздіктің кесірінен азды көпсіну. Бұл да мен сияқты қанағатпен күн көретіндерге болмайды. Бақыт пен қайғы, хақ пен жалған сияқты, оның бәрі сыртқы себептерге емес, адамның өз ішіне байланысты. Кім онымен үйлесіп тапса, бақытты болады, кім оған қарсы жүрсе, бейнет тартады. Мен жаңа ғана мына тесікке кіріп кеткен тышқанды аңдып отырған едім. Оның етін жемесем де, оны аңдудың ләззатын таттым. Кеше бір бұзық бала маған тас лақтырып ауыртып жіберді, бірақ ол ауру маған сақтықты үйретті. Енді мен мына қарсы алдымыздағы үйге кіремін. Тағам салынған себеттен бірдеңені ұрлап алып, жұлып қашып, одан кейін секіріп қашудың өзінде қандай ләззат бар десеңші. Сен өз рухыңмен сәтті мүмкіндік пен орайды пайдалануның ләззатын татып көрдің бе? Тышқан немесе егеуқұйрықты қалт жіберген сәтті пайдаланып, оны ұстап алудың шаттығын жүрегімен сезіндің бе? Бұзақыдан, залымнан немесе қатыгезден сытылып шығып, аман қалудың қуанышын бір күн болса да сезіп көрдің бе? Бір бала сені ұрмақ болып қорқытқанда, сен оны тістеп, тырнап қорқытып, оның артына қарамай қашқанын көргендегі жеңістің ләззатын таттың ба? Семіз мысық, мына дүниеде осыншама ләззат бар екенін мен білмеппін ғой. Жүр, мен де сенімен бірге жабайыланайын. Мен де сенікіндей айлакерлік пен тапқырлық, сенің бейнеті болса да рахат өмірің, қиындығы бар болса да ләззатты күйің болсын. Өз өміріме өзім қожа болайын. Мен де сенімен бірге ризығымды іздеп, оны қуып, ұстап, таңнан кешке дейін күресейін. Арық мысық оның сөзін бөліп жіберді де: ей достым, сенің етің мен тоқмейілдіңе құлдықтың таңбасы бар. Бізге бірінші кездескен бала сені ұстап алып тұтқынға түсіреді. Ал маған қол көтерсе де, мен еркін қаша жөнелемін. Сен өзіңе де пәлесің, маған да пәле боларсың.
Ал тесікке кіріп кеткен тышқан олардың арасындағы жағдайды көріп отырған еді. Екі жаудың бір-бірімен сөз таластырып жатқанына ол қатты қуанды. Олардың ұзақ сөйлескенін пайдаланып, сәті түскенін түсінген ол жанын шүберекке түйіп, бірақ қарғып ашық тұрған есікке кіріп кетті. Арық мысы оның жарқ етіп сөнген найзағайдай өте шыққанын байқап қалды. Сосын семіз мысқа қарап, жолың болсын, бара бер. Сен өзіңнің кім екеніңді және өмірдегі орныңды білгенің де жетер. Сенімен бір сағат тұрудың өзі ризықтан құр қалу екен. Мына жалғанда сен сияқтыларда сондай. Олардың сөздері биікте болғанымен, мағыналары мен істері тым төменде. Қос қойдың сұхбаты. Құрбан айт түнінде құрбандыққа шалынар екі қой кездесіп қалып тілдессе, олар не айтар еді? Бұл менің ең кіші ұлым ұстаз Әбдірахманның таңдаған тақырыбы. Ол менен осы тақырыпта Әр-Рисала журналына мақала жазуымды өтінді. Ол осы журналдың ең жас оқырманы, өмірінің 13-ші көктемінің самалында тербеліп жүрген балапан. Алла оның өткені мен келешегіне береке берсін. Осы ұстазымыздың өмірде бұлжытпай ұстанатын, өзі де сақтап жүретін бір ұраны бар. Ол сол ұранның шеңберінен шықпайды, мағынасынан ауытқымайды. Ол мына араб мақалы: тегі мықты тұлпар шапқан сайын ашылады. Бір айналымнан өткен соң келесі айналымға одан сайын құлшынады. Ол осыдан тектілік дегеніміз іс-әрекеттің тектілігінде екенін, бірісіз бірі болмайтынын ұғады. Текті қанның табиғатынан күш-қуаты еселеніп тұратын, сол еселенген күш-қуатымен үмітінің де зор болатынын түсінеді. Сол асқақ үмітімен үнемі алда болуға ұмтылатынын, сол ұмтылысымен әлсіздік пен жайбасарлықтан жоғарғы тұратынын біледі. Бойында осы қасиеттердің ең кемел түрде туғысуымен оның ісі де, шығармашылығы да дараланады. Сондықтан текті тұлға кез келген істе ең жоғарғы шыңды бағындыруды ғана көздейді. Бар күш-жігері мен қауқарын сарп етуден аянбайды. Ол қайта-қайта күш алып, бойындағы тылсым құдіретті жүзеге асырады. Сол арқылы ісіне ғажайып сипатты артады. Оның дарыны қанының қызуынан жұлдыздың сәулесіндей нұр шашып, екі көз сау адамның бәріне оның басқа емес, нағыз жұлдыз екенін дәлелдейді. Сөйтіп ұстаз маған мектеп деңгейіндегі осы тақырыптағы ұсынғанда, бәлкім мектеп тапсырмасы болған шығар, мен оған құба-құп дедім. Міне мен осы тақырыпты шапқан сайын ашылатын тұлпардай құлшыныспен жазып отырмын. Мүмкін ұстаз бұған қызыл қаламымен көп қате белгілей қоймас. Құрбан айт түнінде біздің аулада екі құрбандық қой кездесіп қалды. Оның бірі басына тарам-тарам жылдардың шежіресіндей дәу мүйіз біткен, семіздігінен терісінен еті сыймай тұрған қошқар. Денесінен майы сорғалағандай, қимылдаса бейне бір іштей бұрқанып дүрсілденген бұлт сияқты көрінеді. Оның артында сүйретіліп жүрген дәу құйрығы бар. Оны алыстан көрген адам артынан еріп жүрген қоз екен деп қалар. Оның үстіне үлпілдеген қалың жүні өзіне сондай жарасады. Жүрген кезде сәнді көйлек киген сылқым арудай кербезделенеді. Бейне бір ол киімде емес, тәннің рахатын киіп алғандай сезінеді. Күш-қуаты мен айбатының арқасында ол кәдімгі қамалға ұқсайды. Ал төбесіндегі қос мүйізі сол қамалдың екі зеңбірегі сияқты. Ол үнемі батыр әміршідей тәкаппарланып, қабағын түйіп жүреді. Қай жерге жайғасса да, ол жерде өзінің билігі мен әмірі жүріп тұрғандай, оның рұқсатынсыз ешкім аттап баса алмайтындай сезінеді. Ал екіншісі жаңа ғана бір жасқа толған, құрбандық шалыну жасына әлі жете қоймаған, бірақ балғын еті үшін сойылуға әкелген тоқты. Біріншісі құрбандық болса, мынау жай ғана соғым. Ананың еті тұтастай кедейлерге таратылса, мынаның 3-тен 2-сі таратылып, қалғаны үй иелеріне тамақ болады. Оның жұп-жұмсақ селкілдеген денесі, сүйкімді бітімі мен жайдарлы мінезі бейне бір нәзік те, сүйкімді келіншекті елестетеді. Ал анау дәу, айбатты, тәкаппар қошқар арыстан мен жыланды, дәу ағаштардың тамырын шығаратын жабайы орманда өскен, бойына солардың қорқынышы мен айбатын жинаған жабайы еркектің бейнесінде еді. Тоқты тоқтамастан маңырап тұрды. Ол өз тобырынан күштеп бөлініп алғандықтан қатты жалғызсырап, бойында қасқырдан қорқу инстинкті оянып, жалғыздығына үрей мен мазасыздық үстенген еді. Қашып құтыла алмайтынын білген ол бейне бір дауыс арқылы қашып, дауыс арқылы жүгіріп жүргендей сезілді. Ал қошқар болса, мұндай қылықты өзінің ұлы қос мүйізіне қорлық санайтын. Ол өз тобырында болғанда олардың басшысы, қорғаушысы және көшбасшысы еді. Отар оның панасында болатын, ал ол өзін отарға тәуелді сезінбейтін. Сондықтан жанындағы серіктерінен айырылса да, ол біреуді паналап, соған ілесіп үрейленетіндердің қатарында емес еді. Керісінше басқалар пана іздеп оған келуін күтетін. Ол сабырлы, байсалды, жаны жай тапқан қалпында бейне бір өз күтуімен басқаларға садақа беріп тұрғандай массаттанатын. Күн батып, түн қамтыған шақта екі қойға жоңышқа шөп әкелініп, алдарына салынды. Қошқар бұл шөптің ішінде бұрын-соңды білмеген бір сырдың бар екенін сезді. Бұрын шөп көрсе қуанатын көңілі су сепкендей басылды. Рухын бір түсініксіз мұң басты. Бейне бір оның жаны бұл шөп жер бетіндегі ең соңғы ризық екенін ұққандай болды. Оның сағы сынып, әлі сойылмай тұрып ақ жүзінде өлімнің нышаны көрінді. Ол жемнен жеріп, бейне бір енесінің үстінен жап-жаңа шыққан қозыдай шөпті қалай жеуді білмей, анда-санда ғана аузын тигізіп қойды.
Бейне бір қараңғылық оның еті мен майына салмақ салып тұрғандай еді. Өйткені адам жанын қайғы басқанда оның сол сәттегі уақыты да ауырлай түседі, мұңы да, уақыты да ұзара береді. Қошқар ішіндегі мұңын тарқатып, көңілін сәл де болса жеңілдеткісі келді. Ал ана кішкентай тоқты болса орынға да қараңғылыққа да үрейленіп, шөпті күртелеп жеп жатыр еді. Қошқар оған былай деді: "Ей бауырым, сенің көңілің тоқ сияқты ғой, менің ішімдегіні сезбей тұрсың-ау. Валлахи, мен сен білмейтін бір нәрсені біліп тұрмын. Бұл түнде тағдырдың бізге жақындап келе жатқанын сеземін. Ол таң ата біздің міндетті түрде тауып алады." "Тоқты қасқырды айтасың ба?" деді қошқар. "Әттең, қасқыр болса ғой, қасқыр болса мен оған жетіп артылар едім. Мына жүнім оның тырнағы өтпейтін сауыт сияқты, тырнағы кірсе қайтып шыға алмайтын тор іспетті. Ал мына қос мүйізім қалқан әрі найза, мен оны өлтіріп өз жанымды аман қалатыныма сенімдімін. Кім жауын жеңіп жанын сақтап қалса, сол жауын өлтіргенмен тең. Өлтіре алмаса да оны жеңіліспен қорлайды. Ал батырлар үшін бұл да өлімнің бір түрі." Мына ширатылған түйінді, найзадай үшкір мүйізді қасқыр көрген сәтте-ақ өзінің сүйегін талқандайтын қару екенін ұғады. Сонда оның бойын үрей билеп, күш-қуатынан айырады да маған шабуыл жасауға жүрегі дауаламайды. Ол маған мені қой деп ойлап қана шабуылдауы мүмкін. Өйткені күш пен әлсіздіктің негізі жаратылыста жатыр. Бірақ ол менің қойлықтан шығып, буйволға, жабайы өгізге айналып кеткенімді білмейді ғой. Оны тек қарны жарылғанда немесе мына мүйізіммен аспанға ұшып жоғарыдан жерге құлап, сүйектері сынып, сирақтары талқан болғанда ғана түсінеді. "Тоқты, онда қасқырдан басқа неден қорқасың? Егер таяқтан десең, ол тек жүніңнен қағып өтеді ғой, арқаңа батпайды." Қошқар: "Сорлау, таяқтан қорқатын қандай қой бар екен? Таяқ дегенің бізге шөп беріп, бағып қағатын иеміздің таяғы ғой. Ол таяқ бізге адам баласының арамбасының тағдыры қалай түссе, дәл солай түседі. Өлтіру үшін емес, тәрбиелеу, жөнге салу немесе ескерту үшін. Оның алдында да нығмет бар, онымен бірге де нығмет бар, одан кейін де нығмет бар. Қой баласы адамның Раббысының нығметіне күпірлік еткендей күпірлікке бара ма екен? Құдай оған жақсылық берсе, теріс айналып кетеді, ал басына бәле түссе, ұзын сонар байбалам салады. Айтшы өзің, мені қасқырдан немесе таяқтан қорқады деп қалай ойладың? Мен арыстан қошқардың тұқымынанмын ғой." "Тоқты, арыстан қошқар деген не? Оның тұқымы екеніңді қайдан білдің?" "Мен мына шөппен, жем мен судан, жататын орыннан басқа ештеңені білмеймін, қошқар. Мен өз анамды көрдім, ол әбден қартайған үлкен саулық еді. Онымен бірге әжеме де жеттім, ол тісі түсіп кәрілік жеңген мал болатын. Екеуінен қос атамды да көрдім, ол терісі сүйегіне жабысқан, сіріңкедей қатқан кәрі қошқар еді. Мен осылардан естіп көкейіме түйіп алдым. Анам маған өз атасынан, оның да атасынан жеткен мына бір әңгімені айтып берген еді. Біздің қой тұқымының мақтанышы Алла тағала Ибраһимнің ұлы Исмайылды, екеуіне де Алланың сәлемі болсын, құтқару үшін көктен түсірген құрбандық қошқарына барып тіреледі. Ол ақ түсті, дәу мүйізді, үлкен көзді қошқар еді. Оның аты Харир, жібек болатын." Қошқар сөзін жалғады: "Біліп қой бауырым, басқалар білмейтін, тек маған ғана жеткен бір сыр бар. Сол ұлы атамыздың үстіне жүн емес, нағыз жібек болған екен. Сондықтан оны Харир деп атаған. Анам айтатын, біздің ғұламалардың сақтаған дерегі бойынша бұл Қабыл өз ісін өлтіріп, өз інісін өлтіріп, осы жер бетіндегі алғашқы қанды қылмыс адам мен хайуанның қанымен бірге орын алған кезде Әбілдің Құдайға арнап шалған сол баяғы құрбандығы екен. Оның құрбандығы қабыл болып, сол қошқар жұмаққа жіберіледі. Ибраһим пайғамбар түсінде аян алып, Алланың бұйрығымен өз баласын құрбандыққа шалмақ болған күнге дейін ол жұмақта жайылып жүрген. Аллаға деген иманы берік адамның өз ұлының мойнына, яғни өз жүрегіне пышақ тартса да, Құдайдың әмірінен қорықпайтынын дәлелдеу үшін келген ұлы сынақ еді бұл. Анам айтты: "Міне, бұл біздің тұтас тұқымымыздың ортақ мақтанышы. Ал менің тікелей тегімнің мақтанышына келсек, бұл туралы маған әжем өз атасынан жеткен шежіре бойынша айтып берген еді. Менің бойымнан батырлықтың белгісін байқап, тарихты сақтап қалар деп үміттеніп былай деген еді: Біздің түбіміз Дамаск қаласынан шыққан, ол қалада аңшылықпен айналысатын бір адам болыпты. Ол арыстанның күшігін асырап, үйретіп, үлкен аң қылып өсіріпті. Кейін әлгі арыстан жылқыларға шауып, адамдарға маза бермейтін болыпты. Жұрт әміршіге келіп, мына арыстан елді әбден титықтатты. Жылқылар одан үркіп, оның иісінен өлімнің иісін сезеді. Ол күні-түні сіздің сарайыңыздың маңындағы жолда жатады деп шағымданады. Әмірші әлгі аңшыны шақыртып, арыстанды сарайдың ішіне әкелуді бұйырады. Содан соң асханада союға дайындап қойған қойлардың ішінен бір қошқарды алдыртып, үлкен залға кіргізеді. Аңшыға арыстанды қошқарға босатуды сұрайды. Жұрт арыстанның қошқарды қалай тарпа бас салып жұлмалайтын көруге жиналады. Әжем айтады: "Менің әкем маған сенің атаң туралы былай деді: аңшы арыстанның шынжырын ағытып қоя бергенде ешбір қойдың қолынан келмейтін, тек біздің ата-бабамыздың ғана тарихында қалған үлкен мұғжиза орын алды. Ол арыстанды мүйізі жоқ тоқал қой деп ойлап қалады. Оның жіңішке белін, қабысқан қабырғасын, құйрығының өліп қалған
құйқа сияқты жіңішке екенін көріп, мұны құрғақшылық кезінде аштан қатқан бейшара малдың бірі екен деп ойлайды. Ал атамыздың қарны тоқ, күш-қуаты тасып тұрған шағы еді. Ол еш ойланбастан арыстанға қарсы шауып, оны сүзіп жібереді. Күтпеген соққыдан есеңгіреп қалған арыстан кері шегінеді. Ол біздің атамызды Құдай мүйізбен қаруландырған ең дәу аң екен деп ойлап, бойын үрей билеп, артына қарамай қаша жөнеледі. Атамыз мұнымен тоқтамай, оның артынан қуып жүріп сүзе береді. Арыстан одан қашып хауызды айналып жүгіреді. Жиналған жұрт күлкіден қырылып қала жаздайды. Ал әмірші атамыздың бұл ерлігіне қайран қалып, мынау өте нашар арыстан екен, мұны ұстап шығарыңдар да бауыздап терісін сыпырыңдар деп бұйырады. Сөйтіп арыстан сойылып, ал біздің атамыз өлімнен аман қалады. Сөйтіп біздің тұқымның дүние тарихында, адамзат пен хайуанат тарихында екі ұлы із қалдырады. Бірінші атамыз пайғамбардың ұлының орнына құрбан болса, екінші атамыздың орнына арыстан құрбан болды. Тоқты Қошқарға: сен бауыздау және союлудан құтылу дедің, бауыздау деген не өзі деп сұрады. Қошқар: бұл ұлы атамыздан бері жалғасып келе жатқан ақырзаманға дейінгі қалатын дәстүр. Біздің әрқайсымыз адам баласы үшін құрбан болуымыз керек. Тоқты: бізге қызмет етіп, шөп шауып, жем беріп, артымыздан еріп жүріп, олай-бұлай жетектеп жүрген адам баласы ма? Валлахи, мына дүние төңкеріліп кеткен шығар, немесе сен атамыздың бауыры, қартайып алжыған екенсің. Қошқар: сорлы ақымақ, сенің миыңдағы мына түйін қашан шешілер екен? Егер сен менің білгенімді білсең, мына жерде орныңда тұра алмай, дірілдеген електің ішіндегі бидайдың дәніндей секіретін едің. Тоқты: ол қай елек? Үйдегі әйелдің бидайын, елеп жатқан електі айтасың ба? Мен оның көзін ала бере електі сүзіп қалып едім, қолынан түсіп кетіп, бидайы шашылып қалды. Содан әлгі әйел мені қуып жібергенше аузымды толтырып жеп үлгеремін ғой. Қошқар күлкісі келіп, бірақ күле алмай, басын шайқай былай деді: бүгін базардан өтіп бара жатқанда қасапшының дүкенін көрдің бе? Тоқты: қасапшының дүкені деген не? Қошқар: анау іліктерде ілініп тұрған, терісі жоқ, жүні жоқ, басы мен сирақтары жоқ аппақ еттерді көрмедің бе? Тоқты: ол немене? Егер анаңның айтқаны рас болса, ол жұмақтың қойлары шығар. Түнде сонда жайылып таңертең жерге келетін шығар. Ертең таң атқанда барып, соларды көзім тоя тамашалайын деп отырмын. Қошқар: тыңда ей ақымақ, ертеңгі күнді сен төбеңнен емес, астыңнан сезетін боласың. Мен сен сияқты тоқты кезімде өз бауырымды көрдім. Бізге жем беріп, семіртіп жүрген иеміз оны ұстап алды да жерге жатқызды. Сосын оның кеудесіне қасқырдан да бетер жауыздықпен мініп алды. Қолына жалтыраған аппақ пышақ алып, оның тамағына тартты. Сонда оның қаны атқылап бұрқ етті. Бейшара бауырым қалтырап, аяғымен жерді теуіп-теуіп, сәлден соң тынышталды да суып қалды. Содан әлгі адам орнынан тұрып, оның басын жұлып алды. Терісін тесіп үлгергенде ол ісініп, сен ауылда көріп, анам екен деп ойлап қалған су толған мес сияқты болып кетті. Сосын оны ұзыннан тіліп, қолын тері мен еттің арасына соғып, терісін сыпырып, майын жұлып алды. Бейшара бауырым терісі де, жүні де жоқ аппақ етке айналды. Содан соң қарнын жарып, ішіндегісін ақтарып, сирақтарын кесіп тастады. Соңында оны байлап іліп қойды. Міне, сенің жұмақ қойлары деп жүргенің сол. Ей ақымақ, бауыздау мен сою дегенің осы. Тоқты: осының бәрін не істеді? Қошқар: олар пышақ деп аталатын жалтырған темірі бар ғой, сол. Тоқты: пышақ тамағына дәл аузының алдында тұрды дедің ғой, неге ол оны тістеп алып жеп қоймады? Қошқар: ей ештеңе білмейтін, ештеңе ұқпайтын ақымақ, егер ол жап-жасыл шөп болса жеп қояр еді ғой. Тоқты: ол пышақ тамағына келгенше қарап тұрасың ба? Сенің мойныңдағы арқаннан әлгі адам тартқанда, сен де оны шаршатқанша тартқыламайсың ба? Егер мен сенің алдыңда жүрмесем, сен оған көнбес едің ғой. Қошқар: валлахи, саған осының бәрі өз басыңа түсетінін қалай түсіндірерімді білмеймін. Жуықта өзіңе мүлде жат дүниелерді көресің, бауыздау мен союдың не екенін өз көзіңмен көресің. Сосын астыңнан от жағылған қазандардың ішіндегі боршаланған етке айналасың. Адам баласы сені қазір мына шөпті қалай жеп тұрсаң, дәл солай жейтін болады. Тоқты: адам баласы мені жесе, маған не зияны бар? Мен мына шөпті жеп тұрмын ғой, осы шөптің бір талы маған адам мен пышақ, бауыздау мен сою деп шағымданып жатыр ма екен? Қошқар ішінен былай деп ойлайды: валлахи, жастықтың бойындағы күш-қуат қарттықтың бойындағы даналықтан әлдеқайда қуатты екен. Егер даналық тек ауызбен айтылар сөз болса, одан не пайда? Кәрі шалдың ақылы дұрыс болғанымен, оның әлсіз денесі сол дұрыс нәрсені жасай алмайды. Бір қателіктің үстіне екінші бір қателік жамалып, ағзалары бағынбай кетеді. Біз өмір сүріп жатқан әлемде дұрыс шешім деген сол әлемде дұрыс өмір сүре алатын денсаулық емес пе? Үлкен адамның өлім пәлсапасынан түсінгеннен не пайда? Ол ауыр дерт немесе созылмалы ауруды былай қойғанда, кішкентай сырқаттың өзінен сағы сынып, өлімнің алдында дәрменсіз болады емес пе? Ал жастардың сол пәлсапаны білмегеннен келер қаупі бар ма? Өйткені оның бойында аурудан да, өлімнен де қорықпайтын күш-жігері бар ғой. Егер жас жігітке оның өлетін күні алдын ала айтылып, оның бүгін немесе ертең екені естірілсе де, оның жастық рухы бұл өлімді алдағы 30-40 жылға созып жібергендей сезінеді. Ол мұны 30-40 жыл бұрын ұмытып кеткен бір ой сияқты ғана қабылдайды.
Ал егер қарт адамға өлетін күн айтылып, оған әлі бір жыл уақыт бар екені ескертілсе, ол сол сәттен бастап зәресі ұшып, үрейден өліп қалар жаздайды. Ол үшін бір жылдан кейінгі өлім ертеңгі таңнан да жақын болып көрінеді. Оның әлсіреген ағзасы қираған үйдің сызаттарынан жел гуілдеп кіргендей, бойына түрлі уайым қайғыны жинай бастайды. Жастық шақтың уақыты өз уысында ұстайды. Сондықтан ол үшін бір қысқа күн ұзақ жылдай болып көрініп, алаңсыз әрі батыл өмір сүреді. Ал кәрілікте уақыт адамды өз уысында ұстайды. Сондықтан ұзақ жыл оған бір-ақ күндей тез өте шығып, үнемі үреймен күй кешеді. Уақыттың табиғаты деген оны қалай сезінуіңе ғана байланысты, ал күндердің шындығы сенің жаныңның оған қандай мағына бергенімен өлшенеді. Сосын қошқар тоқтыға қарап еді, оның көзі ілініп қатты ұйқыға кеткені көрінді. Ол былай деді: өмірі ұзақ көрінгендердің сырына ие болғандар қандай бақытты. Бұл сыр жасыл өсімдіктердің сырындай. Бір жағынан кесіп тастасаң, екінші жағынан қайта өсіп шығып, міне мен мұндамын деп пәлекетке күле қарайтындай. Мына кішкентай тоқтының көзін тарс жұмып алаңсыз ұйықтап жатқанын қарашы. Ал оған арналған пышақ әлдеқашан қайралып қойған, бірнеше сағаттан соң бауыздалатынын да білмейді. Бейне бір мезгілде екі түрлі уақытта өмірі сүріп жатқандай. Бірі өз ішіндегі уақыты, сол уақытымен ұйықтайды, ойнайды, және екінші уақытқа, сыртқы уақытқа және оның әкелер тауқыметіне мысқылмен қарайды. Ауру дегеніміз ауруды түсіну ғана ғой. Егер ақылдың біліміне, жанның бейхабарлығы мен оны мойындамауға қосылмаса, ақылдың ғылымдығы неткен ұсқынсыз болар еді. Адам жанындағы осы бір құбылыс ғылым мен ғалымдарды мазақ етуге жетіп артылады. Егер мен мықтыны қошқарлардың бірімен сүзбек болып, бәрін ақылмен саралап, ойланып, әр нәрсені есептеп тұратын болсам, онда менің ойым бойымдағы күшімді жойып, бұлшық етімді босатып, ашуымды басып тастар еді. Сөйтіп, ғылым маған тек пәле болып жапсар еді. Ондай кезде маған ғылымнан гөрі рух пен оның күш-қуаты әлдеқайда қажет. Ал рух өлім деген нәрсені де, ауру деген нәрсені де білмейді. Ол тек өз нанымы мен сенімінен алатын үлесін ғана біледі. Сол сеніммен тыныштық тауып, иланымы қаншалықты бекем болса, соншалықты жайбарақат өмір сүреді. Валлахи, мына кішкентай тоқты дұрыс айтады. Адам бізді жесе не бопты? Мына біз шөпті жемедік пе? Адам бізді жеді, ал өлім адамды жейді. Осының бәрі бір нәрсенің әртүрлі формадағы соң емес пе? Құдай-ау, егер мен бауыздалуыма қарсыласып, соған қайғыратын болсам, онда мен адамның маған берген жем шөбін өз бала-шағасына мен әйеліне асырауындағы жандарға бергендей міндетті нәрсе деп ойлаған ақымақ қойға айналар едім ғой. Менің етімнен басқа мені бағуға адамды не мәжбүрлеуі мүмкін? Егер ол менің етіме лайық болса, онда мен ол менің етімді алып зұлымдық етті деп айта алмаймын. Олай дейтін болсам, онда мен де оған әуел бастан сенің жем шөбіңді ұрлап жеп, саған зұлымдық еттім деп мойындауым керек қой. Әрбір тірі жан өмірге белгілі бір шартпен берілген нәрсе, ал ол шарт оның аяқталуы. Оның бақыты осыны түсініп, көңіліне бекітіп, жаңбыр шөптің өсуіне себеп болатынына қалай сенсе, бұған да дәл солай сенуі. Егер ол осыған көз жеткізіп, жаны жай тапса, онда оған келген ақырғы сәт оны кемітпейді, керісінше толықтырады. Өлім оның өмірімен біте қайнасып бір арнаға түседі, өйткені ол мұны алдын ала біліп, соған дайын болған еді. Ал егер тірі жан өзін мына дүниенің тұрақты бір бөлшегімін деп есептеп, өмір маған менің шарттарыммен, яғни мәңгілік қалуы мен рахат көру шартымен беріледі деп қателессе, онда оның барлық қайғысы осы қиялы мен соған негізделген әрекеттерінде жатыр. Ол кезде оның өлімі бүкіл өмірін қирататын, тас-талқан ететін жаза болып келеді. Оның азабының ауырлығы сонша, ол өлмей жатып-ақ басталады. Келген кездегі азабынан бұрынғы азабы әлдеқайда ауыр болады. Атамның маған айтқан мына сөзі неткен даналық еді. Өзінің ақырын күтіп өмір сүретін жан соған дайындалып өмір сүреді. Егер дайындалып өмір сүрсе, оған риза болып өмір сүреді. Ал оған риза болып өмір сүрсе, оның өмірі үзілмейтін бір сәттей, басы мен соңын бірдей сезінетін бір сәттей болады. Мұндай адам түнді итеріп таңда келуге, таңды итеріп түнді әкелуге тырыспай, уақыттың ағымымен бірге жүріп, оған мойынсынады. Атам маған тағы да былай деген: тек адам ғана өзінің ақырын кері итермек болып бақытсыздыққа ұшырайды. Ол түнді кері қайтармақ болып қараңғыны мүйізімен сүзетін, сөйтіп сол қараңғыны итеріп тастадым деп ойлайтын ақымақ қошқар сияқты бейнет тартады. Дана атам маған насихат айтқанда үнемі былай дейтін: егер біздің арамыздағы бір хайуан өзінің басына бір ғана қайғыны жинап алса, сол қайғысымен ол бейбақ әрі сорлы адамға айналады. Оған өмір берілсе де, ол оны өз қолымен өлімге немесе мағынасыз өлімге айналдырады. Осы кезде тоқты ұйқысынан оянып қозғала бастады. Қошқар оған: меніңше, сен жаңа ұйқыңда бір үлкен іс бітірген сияқтысың. Жайлауда емес, қасапханада жатсаң да неге бұлай ісініп, масаттанып тұрсың, деді. Тоқты: ей атамның бауыры, мен сенің шынымен де қартайып, алжығаныңа көзім жетті. Сөзіңнен де, ақылыңнан да шатасыпсың. Қошқар: не деп тұрсың, ей сорлы? Тоқты: сен жаңа адам баласы ертең бізге жалтыраған пышақпен келеді деп бауыздау мен союды сипаттап едің ғой. Мен жаңа ұйқымда түс көрдім.
Мені осында әкелген әлгі адамды мүйізіммен сүзіп жерге құлаттым. Сосын оның пышағын тісімен тістеп алып, оның өз тамағын орып, өзін бауыздадым. Сосын оның етінен бір жапырағын жұлып алып шайнадым. Уаллахи, мен өмірімде бұдан өткен сасық, бұдан өткен дәмсіз шөпті жеп көрмеппін. Адам баласы біздің етімізді дәмді көреді, бізбен қоректенеді, біздің арқамызда өмір сүреді. Басқа біреуге пайдамыз тиіп, өмір сыйлап жатсақ, бізден асқан бақытты кім бар? Егер біздің жойылуымызбен басқаға бақыт сыйлайтын болсақ, демек бұл жойылу біздің өзіміздің тапқан бақытымыз. Тірі жанның басқаның пайдасы үшін, не өзінің пайдасы үшін құрбан болуы, оған жан бітіретін ақиқаттың бұғаудан босап, еркіндікке шығып, өзінің ең ұлы қызметін атқару емес пе? Қошқар, уаллахи, сен дұрыс айтасың. Осы тұрғыдан алғанда біз адамнан әлдеқайда ақылдырақ әрі абыройлырақпыз. Өйткені ол бүкіл ғұмырын тек өзі үшін алуға, дүниеге таласуға арнайды. Ол өзгенің күштеуімен, не жеңіліспен, не қорқынышпен болмаса, өз еркімен ештеңе бермейді. Кел, ей қасапшы, кел де мына ет пен майды ал. Кел, ей адам баласы, біз саған өзімізді берейік. Кел, ей қайыршы.